білесіз бе? Менің атым Айбал, мен 5 жастамын. Мен сопам бақсаға баламын. Мен үйдегі тобындамын. Мен апайымды қатты жақсы көремін. Анау менің сүйікті отбасым. Менің атам ақылды, маған көп ақыл айтып берді. Сағымақ ойнайды, асық ойнайды. Менің апам мейірімді, ауызақ естіп берді, себек естіп берді, шоколадты ала берді. Менің әкем батыл, көп жұмыс істейді. Мен өскенде әкем сақты болып келеді. Анам болса біздің үйімізде сүйегі, маған тамақ ішкізеді. Мен алып қалса теуіп еді, көп үйдегі оқып еді, суға түседі, пайдалы нәрсе көрсетеді. Менің Айсұлтаным домбырады, күшті ойнайды. Айсе болса бәрін біледі. Инал кішкентай менің қарындасым Бекайымды бәріміз жақсы көреміз. Есіз ме? Менің отбасым телевизорда көрсетті. Мақта қыз бен мысық ертегісі жасанды интеллект арқылы қайта түрленді. Елордалық жас отбасы оны қазақы нақыш енгізе отырып мультфильм етіп шығарған. Бұл ғана емес, осы жасанды интеллект көмегімен отбасы құндылықтары, салт дәстүр, әдет ғұрыпты насихаттайтын қазақша контент те таратып жүр. Елордалық Әбу Асқар мен Дәмелі көп баланың ата-анасы атанғалы бала тәрбиесіне ерекше мән бере бастаған. Әуелі балалардың ютубқа телміргеніне алаңдады. Ондағы жалт-жұлт еткен бейнелердің мағынасын бала түгілі үлкеннің түсіне қою неғайбыл еді. Ойлана келе қазақша контентті өздері жасауды жөн көріпті. Осылайша Мақта қыз бен мысық ертегісінен мультфильм жасап шығарды. Қазір ютубта әжептәуір қаралым жинап үлгерген. Балаларды қызықтыратындай контент жасайық деген ой болды. Сол енді өзіміз мультипликатор емеспіз, суретші емеспіз, ол бізде қиял болды, құрал болмады. Енді осы өмірімізге жасанды интеллект еніп жатыр ғой, барлық салада. Сол осының артықшылықтарын осы салаға қолданып көрсек деген ой келді. Озвучкасын отбасымыз, біздің әулетіміз, сол ағаларымыздың, әпкелеріміздің балалары, өзіміздің балалардың бәрін қатыстырып анимацияға қойып жатырмыз. Қатығымды төгетін болсам, құйрығымды кесіп аламын. Жас отбасы бұнымен тоқтамақ емес. Болашақта жасанды интеллектіні барынша меңгеріп, қазақ ертегілері, аңыз әңгімелер мен шешендік сөздерді тыңнан түрлендірмек. Ұлттық құндылықтарымызды комикс, мультфильм ретінде жарыққа шығарсақ дейді. Ұлттық рухты көтеретін контенттік нелер, рилстар дейміз ғой, сондайларды шығарып жатырмыз. Енді Мақта қыз бен мысық ертегісіне келетін болсақ, бұл жерде прототиптің бәрі өзіміздің балалар. Мысалы, Мақта қыз өзіміздің Айзере қызымыздың суретінен жасап, Дисней стилінде кәдімгі прототипі өзі, көзі, мұрны бәрі. Отбасын басты құндылығымыз деп түйген жанұя ұлттық дәстүр мен ғұрпымызға ерекше мән береді. Балалары да салтқа шекеден қарамайды. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету санасына әбден сіңген. Оны осы үйдің қазынасы Ақсақал атамыз мақтана айтып отыр. Негізгі тәрбие отбасынан деп ойлаймын. Қазақта сөз бар ғой, енді ұяда не көрсе ұшқанда соны біледі деген. Сол енді отбасының тәрбиесіне байланысты деген сөз ғой, соны білдіреді. Енді біз балаларды, енді өзімізде көп балалы отбасы болдық, әке-шешемізді, арасында мен де көп балалы отбасынан шыққанбыз. Қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы деген сияқтарды үйретіп, тәрбиелеп өстіп отырамыз енді. Ертегі айтамыз, ұлттық ойындарды үйретеміз, мысалы асық қағу, дойбы шахмат ойнау, асықтың неше түрлі ойындар бар. Ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағының кепілі. Отанды сүю, отбасына құрмет сынды рухани құндылық жанұядан басталады. Ал осы құндылықтарды дәріптеп жүрген астаналық Әбу Асқар мен Дәмелінің жасап жүрген ісі көпке үлгі болары сөзсіз. Айнұр Қуатқызы, Мадияр Қындыбаев, 24 KZ. Мен отбасымды қатты жақсы көремін. Біздің үйіміз алқасан, махаббатқа, сыйластыққа толы. Қаметке жасып кетіңіздер. Бүгінде бізде аяқталды. Сау бол!